Hello, my dear students. How are you today? Let's start our English lesson. Ағылшын тілі сабағымызды бастаймыз. Алдымен өткен сабақтарды қайталайық. Please tell me, what's your name? What's your name? What's your name? Сенің атың кім? Next question, келесі сұрақ. How old are you? Сенің жасың нешеде? Okay, good. Біз бүгін сабақта бұл деген сөзді қолданып үйренеміз. Мысалы, this is my book. Егер біз осы this is деген екі сөзді айтатын болсақ, бұл бізде бұл деген мағынаны білдіреді. Міне, this is бұл деген сөз. Бұл менің кітабым. This is my book. Келесі. This is my school bag. This is my school bag. Бұл менің мектеп сөмкем. This is my pencil. This is my pencil. Бұл менің қарындашым. This is my pen. This is my pen. Бұл менің қаламым. Okay, good. Енді келесі үйренетін сабағымыз. Бұл бізде, мысалы қарайық. Бір зат, мұнда бізде кітап пен қалам бейнеленген. Мұнда қалам кітаптың ішінде тұр, я? Демек, біз қазір бір заттың кітаптың үстінде, кітаптың астында, кітаптың ішінде, кітаптың жанында орналасуын ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Мысалы, it is in the book. Бұл қалам кітаптың ішінде. In деген сөз ішінде деген мағынаны білдіреді. Келесі, it is on the book. It is on the book. Бұл қалам қайда тұр енді? Кітаптың үстінде тұр. Демек, on деген сөзін қолданамыз. Келесі мысал. Ал енді біздің қарындашымыз қайда орналасқан? Қане айтайықшы? Кітаптың астында, я? Демек, under. It is under the book. Бұл кітаптың астында. Келесі, кітаптың жанында орналасқан. It is next to the book. Кітаптың жанында. Қанекей балалар, қайталайық. Кітаптың ішінде. It is in the book. It is деген сөздерді біз үйренгенбіз. It is деген ол да бұл деген мағынаны білдіреді. It is in the book. It is on the book. It is under the book. It is next to the book. Жарайсыңдар. Ал үй жұмысы Activity book'тегі 13-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Мұнда үлкен заттарды blue, көк түспен бояймыз. Ал кішкентай заттарды red, қызыл түспен бояймыз. Goodbye.